Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді таңғы асқа керемет және де балалар сүйіп жейтін сырники дайындайтын боламыз. Ал бастайық. Сүзбеге жұмыртқа сарысын қосып, жақсылап араластырамыз. Кондитерлік лопатаның көмегімен немесе шанышқымен араластырсаңыз болады. Сосын үстіне 2 ас қасық манная крупа қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы рецептер жайында бірінші болып білетін боласыз. Құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ағына кішкене тұз қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Кішкене көпірген соң үстіне 2 ас қасық қант салып, тағы да миксермен араластырамыз. Қатты аппақ масса шыққанша араластыра береміз. Дайын болған ыдысты төңкеріп тексерсеңіз болады. Меренгалы массамызды сүзбелі массамызға салып, жақсылап араластырамыз. Енді сырники формасын жасаймыз. 1 қасық массаны алып, оны себілген тақтаның бетіне салып, кішкене формасын келтіремін. Әдемі доп-домала форма болу үшін мен стақанды қолданамын. Қызып тұрған табаға өсімдік майын құйып, сырникимізді 2 жағы қызарғанша қуырып аламыз. Екі жағы да қызарып дайын болған соң, пергамент төселген формаға саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді, майсыз, пайдалы сырники дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.